Сәлем, достар. Бүгін мен мақтағыш пен мысық туралы ертегісін айтып беремін. Мақтағыш пен мысық дос болып сөйлеген. Ин сыпылып сөйлеп, білмей тауып алады. Сосын мысығын сағалады. Мысық келмей қояды. Келмесең келме, жеп қоямын деп, өзі алып жеп қойды. Мақтағыш, неге мені сағалдың дейді. Мақтағыш айтпай қояды. Сен айтпасаң сүтімді кем дейді. Ал ол, сен сүтін төксең, мен келігін кесіп алам. Сүтін айтқаның істемей, сүтін төкіп жіберді. Сосын мақтағыш оның келігін кесіп алды. Сосын ол жылап отыр. Сосын мақтағыш менің келігім бер дейді. Сен маған сүтіме бер дейді. Сосын келік апарады. Жел, маған сүт берші дейді. Мен сөлсіп, мен қолым асыпты. Маған сүт әкеп бер дейді. Сосын ағашқа апарады. Ағаш, маған сүт берші дейді. Ал ағаш, мен келептім, маған су құй дейді. Суға баласады. Су әкеле сатқан құстарды көреді. Құстар, маған су берші дейді. Бізге сағыз әкеп бер дейді. Дүкенге бала дүкенші маған сағыз берші дейді. Дүкенші маған жұмыртқа әкеп бер дейді. Тауық, маған жұмыртқа берші дейді. Сен маған жем әкеп бер, сонда мен саған жұмыртқа берем дейді. Сосын не істерін білмей жүріп, тышқанды көреді. Сап беріп ұстап алады. Қане тышқан, маған үйінде не бар дейді. Үйінде кішкене жем бар дейді. Соны тез алып кел дейді. Жүгіріп тышқан әкеледі үйінен сен. Сосын оны тауыққа береді. Тауық оған жұмыртқа береді. Жұмыртқаны дүкеншіге апарып береді. Ал дүкенші сағыз береді. Ал сағызды құстарға апарып береді. Құстар су береді. Ағашқа апарып құяды. Ал ағаш сүт береді. Сүтті жылға апарып береді. Жыл оған сүт береді. Сөйтіп, оның сүтті мақтағышқа апарып береді. Мақтағыш кейін қайталады. Сосын дүкенмен дос болып кетеді.